Сәлем достар, бүгін біз сіздерге шоколадты печенье істейтін боламыз. Ендеше кеттік. Ыдысымызға қантымызды саламыз, какаомызды саламыз, шым-шым тұзымызды саламыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. 1 шай қасық кофемізді, сосын миксерлейміз. 1 жұмыртқамыз жарып, миксердейміз. Әр жұмыртқаны жарған сайын миксердеп отырамыз. Екінші жұмыртқамыз жарып, тағыда миксердейміз. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 3 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Ұнымызға 1 шай қасық разғидер салып араластырамыз. Массамызға 2-ге бөліп, илектен өткізіп саламыз. Жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Міндетті түрде ұнымызды илектен өткізіп, 2 бөліп араластырыңыздар. Қамырдың қойылдығы осындай болады. Қамырымыздың бетін пленкамен жауып шығамыз. Морозилкаға 30 минутқа салып тұрамыз. Пісіретін ыдысымызға газетімізді қойып, мен әрқашанда газетпен пісірем, ол жауыспайды. Енді 1 қасықтап алып, сахарный пудраға сеуіп аунатамыз. Біз пісіретін ыдысымызға сала береміз. Сахарный пудраға аунатып шығамыз. Арасын алшақ қылыңыздар, піскеннен кейін ол үлкейе бастайды. Сол себептен жабыспау үшін алшақ қылыңыз. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Олар өте тез піседі. Мінекей, достар, біздің печеньеміз пісті. Ағаш таяқшамен тексергенде құрғақ болу керек. Көргендеріңіздей газетке жабысқан жоқ, үстін бассаңыздар жұмсақ болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Неде менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.